Қалай? Олжан, ұнады ма? Керемет. Бұл сезімді, эмоцияны айтып жеткізу мүмкін емес та біріншіден. Қойшы, Олжан. Енді сөзбен айтып түсіндіре алмайсың ғой, енді өзің келіп көру керексің. Көру керек өзің. Бірінші, мына екінші, үшінші этажда болдық. Одан кейін ең төбесінде жаттық. Біз бірнеше мемлекетке бардық та, әрбір елдің өзінің салты, өзінің дәстүрі, өзінің традициясы бар да. Өзің көру керексің десейші, Өзің короче. көру керексің. Мен айтамын да, Пятизвездочный отельде. барлық адамдарға айтамын да, армандаңыздар, орындалады армандар. Одан кейін әрекет жасау керек. Бір орында отырмау керек. Мен мұнда қарап отырсақ, өзің көрдің ғой. Мысалы, ерлі-зайыпты біздің қазақтардың. Қарашы, ар жақта да мысалға Европаның жаңағы кемпір шалдары қыдырып жүреді бар ғой. Өмір осылардікі, иә. Мысалы, 50-дегі 60-тағы біз мысалы. Ана кеше кемпір 82-де екен жаңағы. Қайсы? Французка. Бір кемпір қасымызда отыр ғой, шалымен. 82-де. Жас көрінеді. Біздің қазақтар бар ғой. Анаған жетсін, мынаған жетсін дейді. Ол ешкімге жетпейді ше. Мен айтамын да, бұақша ешкім жете алмайды, жетпейді. Таңғырыш, неге біздің қазақтар әрекет етпейді? Неге бармайды, неге көрмейді? Енді жетпейді ғой енді, ол жан ары тартады, ары жетеді, соны енді Олжан екеуміз үлкен кісілерді не қылған, жаңағы туристический агентствомен сөйлесіп сөйтіп жатырмыз ғой. Соны әрекет жасайық, қазақтарды көбірек шетелге шығуына себепші болып. Иә, сондай ой келді біздің жолдасымыз екеумізге қазір. Неге апармасқа? Неге... Кстати, кейін именно қазақтарды не қыласың, түсіндің ба? Жалдап, бір қазақ киіп етіп, мысалы бұл жақта қазақтарды емес, Қазақстанға барғаннан именно өзіміздің Қазақстанның қазақтарға бересің путевканы. Все, точка. Точка. Басқа ұлттарға бермейсің, ренжіме.